Сәлем құрметті көрермен, бүгін сіздермен бөлісетін оқиғамыз өте ерекше. Бұл ертеде болып өткен хикая. Ертеде Ноғайлы елінде қайғылы Науаи деген атағы алты алашқа жайылған арқалы әулие домбырашы болыпты. Ол жаздың айлы жарық түнінде ел-жұрт ұйқыға шомғанда, Каспий теңізінің жағасында Ақшағылдың басында отырып домбыра тартқанда, қайғылы Науаиының сазына перінің қыздары жиналады екен. Екі аяғын құммен көміп алып, домбыраны күңгірткенде бойын билей алмай селкілдей бастайды. Сол кезде ала атлас, жібек киген перінің әдемі қыздары домбырашыны айнала қамап отыра қалатын көрінеді. Сөйтіп жүргенде ол өзіне жақын отыратын перінің бір сұлу қызына ғашық болды. Бара-бара махаббат дертінің меңдегені сонша қайғының зарына шыдамай өз-өзінен аласұра бастаған қайғылы Науаи ауылдың бір ақылды ақсақалына құпия сырын айтады. Балам, депті ақылшы ақсақал, перінің де перісі бар, кейбіреуі адам баласына жақын болады. Сенің күйіңді тыңдағаны рас болса, ол адам перісінің қызы болды. Егер оған шынымен ғашық болсаң, сырыңды ешкімге білдірме. Қашалақ тауын жайлаған 10 саусағынан өнері төгілген жоламан ұста бар. Соған бар да біз жасатып ал. Біздіңнің сабы тұт ағашынан, ал өзі суарылған болаттан жасатылған болсын. Домбыра тартуға перінің қыздарына барғанда осы бізді жан қалтаңа салып бар да өзіңнің ғашық болған қызыңның етегіне түйре. Сол қыз сендік болып қалады, депті. Науаи күйші ақылшы қарияның айтқанындай етіп бізді дайындатып, жан қалтасына салып алады. Сол күні перінің қыздары еліктіру үшін домбыраны ерекше қызуланып тартыпты. Перінің қыздары айнала қоршап отырып, шақпақ шағып от жарқылдатады. Домбыраның сазына бұраңдап билепті. Күйшінің ғашық қызы бұл күні өте жақын отырыпты. Осы сәтте Науаи күйші ғашық қызының етегіне бізді шаншып үлгеріпті. Таң алды жақындап, перінің қыздары бірінен соң бірі тарай бастайды. Мұның ғашығы да орнынан тұра бергенде етегіне түйрелген сиқырлы біз тартып жібермей қояды. Қыз тағы бір бұлқынған сәтте құлап түседі. Науаи құлаған қызды бас салып, айырылмай қатып қалады. Қолға түскен перінің қызы Науаи күйшіге маған адамзаттың қолы тиді. Мен енді сендік болып қалдым, бірақ саған қоятын 3 шартым бар. Оны орындасаң ғана саған әйел боламын. Ал осы айтатын 3 шартымды орындамасаң, мен сендік болмаймын, депті. Науаи күйші шартыңды айта бер, депті. Олай болса, депті перінің қызы. Бірінші шартым, менің жалғыз үйде отырғанда, менің үйде не істеп жатқанымды көрейін деп, үйдің жабығынан сығалап қарамайсың. Екінші, мен жүріп бара жатқанда артымнан қарамайсың. Үшіншісі, менің өкпе тұсыма қарамайсың, депті. Қайғылы Науаи бұл айтқан 3 шарттың бәрінде орындайтын болып уәде беріпті. Сөйтіп, күннен күн өтіп, айдан ай өтіп, Науаи күйші перінің қызымен өмір сүріп тұра беріпті. Арада біраз жыл өткен соң перінің қызының күйшіге әбден бойы үйреніпті. Ал күйші Науаиға баяғыша 3 шартын бұзып өзіне білдірмей байқап көрейінші деген ой түседі. Көпке дейін бұл шартқа шыдап жүрсе де, бір күні әлгі айтқан жерлеріне қарап қойып, перінің қызының адамзаттан бітімі бөлек екенін көреді. Келесі күні перінің қызы ерте тұрып Науаи күйшіге, сен менің 3 шартымды бұздың. Бұдан былай мен сенімен тұрмаймын, өз еліме қайтамын. Бірақ менің ішімде сенің 6 айлық ұл балаң бар. Ол балаң Араб еліндегі Хира тауының үңгірінде өмір сүреді. Балаң керек болса сол жерден тауып аласың, дейді. Перінің қызы қайғылы Науаимен қоштасып бірнеше рет сілкінеді де, сұлу денесіне қанат бітіп, ұшады да кетеді. Араға біраз уақыт салып, Науаи күйші перінің қызының айтуы бойынша Хира тауына барып баласын іздейді. Бөтен елде көп жүріп, ұзақ күндер бойы баласын таба алмай қайғырады. Сондықтан да оны ел қайғылы Науаи деп атап кетеді. Бір күні Арабияның ыстық күнінде баласын іздеп Хира тауын әдет бойынша айналып жүргенде, таудың жарығынан бір бала шығып ойнайды.
Бұл ұстайын десе бала қашып ұстатпай жоқ болып кетеді екен. Науаи ақыл сұрап сол жердің бір қариясына барады. Араптың қариясы Науаиға мынадай ақыл айтады. Осы маңда бір шебер әйел бар. Соған әдемі қуыршақ жасаттырып, сонан кейін ершіге ер жасаттырып ал. Баланың ойнайтын тау жарығының тұсына бар да бір жеріне қуыршақты қой. Ал екінші жерге аттың ерін қой да ердің керсеніне желім жақ. Қыз бала болса қуыршақпен ойнар, онда оны ұстамай-ақ қой. Қыз бала саған бала болмас, ал ол болса ерге мінеді дейді. Қайғылы Науаи қуыршақ пен ерді тауға әкеліп баланың ойнайтын жеріне қояды да өзі бір жақпар тасқа жасырынып жатады. Бір кезде таудың үңгірінен бала шығып, ап деп қарғып ерге мініп алғанда жалаңаш денесі сол мезет ерге жабысып қалады. Науаи шап беріп баланы ұстайды да еліне алып кетеді. Кейін ер жеткенде ел қамын жеген едіге батыр сол бала екен, дейді аңыз бойынша. Науаи күйі бізге атақты күйші Дина Нұрпейісова арқылы жетті. Оның орындауында бұл күй халық күйі деп берілген. Оны алғаш рет нотаға түсірген Тымат Мерғалиев болатын. Мерғалиевтің Бүркіт Дүйсеннің бірігіп шығарған қазақ күйлерінің тарихы кітабында Науаи күйшінің өмір сүрген уақыты 13-14 ғасыр деп берілген. Соншама уақыт өтсе де күйдің аңызы сақталып, өзі сол қалпында халықтың еншісіне айналып кеткендігі уақыт заңдылығы. Бір қызығы аңызда сөз болатын Ақшағыл, Қашалақ деген жер атаулары осы күнге дейін Атырау облысы Құрманғазы ауданында бар және солай аталады. Құрметті көрермен, сіз қалай ойлайсыз? Перілер шынымен бұл өмірде бар ма, әлде жоқ па? Өз пікіріңізді комментарий арқылы жеткізсеңіз болады. Әрине, арнаға тіркеліп, бізді қолдай кетіңіз. Сіздермен бірге болған Қызықтаймыз арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.